Қостанай облысы Әулиекөл ауданында орман өртке оранды. Соңғы мәлімет бойынша қызыл жалын 9400 гектардан астам аумақты шарпыған. Бірнеше ауыл оттың ортасында қалды. Қазіргі мәліметке сәйкес табиғи апаттан қаза болған адамдар жоқ. Облыстағы ахуал тікелей мемлекет басшысының бақылауында. Біз Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Аманқарағай ауылының тұрғындарымыз. Біздің осы университет ұжымы біздің өрт апатына көмек жасап жатыр. Сол көмекке біз үлкен рахметімізді білдіреміз.